Сүт қайдан шығып жатыр? Сүт қайдан шығады? Мысалы, адамдар, аналарда бала емізесіздер ғой, иә? Сүт қайдан шығыпты? Мен бала емізгім. Ал қараңдар, бала емізгендер. Тамақ ішесің енді. Тамақ арқылы қанға өтеді. Тамақ арқылы бірден сүтке келмейді ол. Міне осыны біліп алуымыз керек. Тамақ арқылы бірден сүт өнбейді ғой, әшін. Зу өтіп кетіп, е? Тамақ арқылы қанға беріліп, қан арқылы қаннан сүзіліп, Алланың құдіретімен сүт шықты. Әппақ сүт қандай дәрумен номер бірінші. Ешкінің сүті дейміз, биенің сүті дейміз, түйенің сүті дейміз, е? Барлығы сонда қаннан шығып жатыр ғой. Енді ол сүт құнарлы болу үшін қанның мықты болу керек. Ал қанымыз дұрыс болу үшін біздің мына тамақтануымыз дұрыс болу керек. Су ішу тәртібі, ұйқы тәртібі, іштегі жылу, мынаның барлығы 38-40 жұмыс дейді. Ал бізге балмұздақ мороженое жегенде плюс 38-40 болып тұрған, оған келіп минус 20 градуста мороженое түседі екен. Суық, сарағаш ішсеңіз. Мына асқазандар қысылып қалды. Бұл қысылып жұмыс істемегеннен кейін бітті қанымызға біздің дұрыс элемент келмейді. Осыны білу керек. Сонда сүт қайдан шығады? Тамақ. Қаннан шығады. Қан қайдан? Тамақтан. Дұрыс сапалы тамақтан. Сонда енді біз мен тұрмын міне, менің қазір нәтижем, өмірде көрсететін нәтижем ішкен жеген тамағыма байланысты, ішкен суыма байланысты, содан кейін ұйқыма байланысты, көңіл күйіме байланысты екен. Осының барлығы алады да өмірлік қуат туындатады бізге. Өмірлік қуат, сонда өмірлік мақсат туындатады. Адамда мотивация пайда болады, күш жігер пайда болады. Сонда оның барлығы мына қан. Түсіндіреді ме? Ал кім деген осыны дұрыс тамақтанбаса, біз айтқандай тамақ пен суды араластырмай 3 уақыт дұрыс тамақ, суықты тоқтатып, қантты тоқтатады, сонда нәтиже болады. Ал дұрыс тамақтанбаймыз ба, мияулап тұрады. Запор болады суықтан. Көрдіңіздер ме? Іш жүрмей болады. Сізде болып бет запор? Болған, иә. Қанша уақыт? Өмір бойы дедіңіз. Иә, білмесім. Күніне жұмасына неше рет барасыз? Бір ретке, үлкен рет. Бұрын бір рет барған жұмасына. Құдай сақтасын. Бұл қанымыз уланды деген сөз. Қан улана ма, мынаның бәріне қош айтыса бастаймыз. Өйткені керек элемент жоқ. Уланып жатыр қанда, такси. Көрдік пе қалай сонда? Сонда менің айтайын дегенім осы. Міне, кімдегім дұрыс адам болам дейді, тамақты таңдасты реттеу керек, ұйқыны реттеу керек. Таңғы тамақ кәмірден деп қазақ атам айтқан. Таңғы тамақ Алланың берген сыйы дейді. Иммунитет таңғы тамақтан көтеріледі екен. Кімдеген таңғы тамақ ішпейді, өте дұрыс жұмыс істемейді. Көрдіңіз бе? Иммунитет көтерілмейді, ішқұрылыс жүрмейді екен мынау. Міне запор осыдан басталады. Сізде соның барлығы бар, көрдіңіз бе? Енді мына буындарды реттеу үшін сізге жетпей тұрған тамақ. Неге ол мынау? Мияулап әлі зыңылдап тұр, қақсап. Бірақ жүріп жүрсіз, таяқ тастадыңыз. Неге әлі бір? Жамбас жылыды, е? Иә, жамбас, жылып кетті, е? Жамбас жылыды. 6-7 күні мен ұстағанда жып-жылы болып тұрды. Бұрын сұп-суық тер шығатын. Міне ол нәтиже. Сонда адамда 5-6 күнде нәтиже болса, ол өте ең высший болып тұрады. Ең жақсы нәтиже. Енді соны ең шегіне жеткізу үшін сіз бірге бір жасау керексіз. Тамақ, ұйқы, су, қимыл, көңіл күй, ойды реттеу керек. Настроение дейміз сонда айтқанда, көңіл күй. Соның бәрі реттелгенде ғана мынау 100% жақсы жұмыс істейді. Сонда оған ең бірінші жақсы тамақ керек. Тамақ болмай ма, мынаға жетпейді, керек елеме келмей тұр. Мына қақсау мысалы, иә? Буының қақсайына Құдай сақтасын, бір жерін қақсай, зыңылдай, белін. Ол бізге дос. Біздің ол досымыз сигнал беріп тұр. Ол сигнал бермесе не болар еді? Мысалы, тісіміз зыңылдамаса не болады? Ауру, жаман ауру пайда болуы мүмкін, іріңдеп. Сонда ол зың ете қалғанда менің досым екен. Әй, Бақытбек, мына жақта бірдеңе болғай тұр. Қара деп сигнал береді. Белім зың ете үстіне бірдеңе болып тұр мына жағында. Көңіл аудар,
зертте, қандай дұрыс емес нәрсе жасап жатсың деп бізге ол береді екен. Біз оны зерттемейміз, оның себебін қарамаймыз. Бұл неге зыңылдады, белім неден болды, кеше қайда бардым, мен жалпы не істеп жүрмін, киімім қалай, қимыл бар ма деген сияқты сұрақты қоймаймыз да, бірден дәптерімізді алып дәрігерге барамыз. Дәрігер алады да бізге мынанша укол системаны ұрады, онымен вообще кетеді, әлсірей береді организм. Ол береді витамин бізге, обезболивающий нәрсе береді, ауруды басып тастады. Сонда жаңағы досымызды біз тың ете қалған сигналды біз уколмен ұйықташы деп басып тастадық. Ол процесс, шіру процесс жүріп жатыр, бірақ біз оған шара қолданып жатқан жоқпыз. Сол сияқты бізге қырқысып жатыр ма? Ол ауру емес, ол сигнал. Мына жақта проблема жүрмей жатыр, элемент жетпей жатыр, бітеліп жатыр деген сияқты нәрселер. Не? Мынада бірдеңе болып жатыр. Енді біз соның себебін сізге жасап жатырмыз. Жылу, массаж, жаттығу. Енді бұған бір-ақ нәрсе жетпей тұр. Меніңше дұрыс тамақтану. Кім дұрыс тамақтанбайды? Мынаның барлығы бастан аяқ қамтамасыз етілмей қалады. Міне осыны көп адамдар ойланбайды да, миларында қатырмайды. Ешкім айтпайды содан кейін. Сіз дәрігердің алдына барасыз. Мен оны жамандап тұрған жоқпын дәрігерге. Дәрігер керек. Хирургиялық жағдайда, инфекциялық жағдайда шұғыл пайда адам өмірін алып қалуға, иә? Бірақ қарапайым нәрседе біз өзімізді миды істету керек. Аяғымнан су қотты. Иә? Дұрыс тамақтанбай жатырмын. Менің организмім шар-шады. Енді оны не істеу керек? Осыған біз ойлануымыз керек. Біз осы жерде соған кеңес айтамыз, айтып жатырмыз, иә? Енді соны жасау керек.